Сәлем достар, бүгін мен осындай цезарь салатының екінші бір нұсқасын өзімше жасап шықтым. Яғни бұл салатта өте дәмді болып шықты. Цезарь салатынан ешқандай айырмашылық жоқ десек те болады. Ол үшін маған осындай қырыққабат қажет болды. Бұл қырыққабат қазір көктемгі кезде шыққандықтан өте балғын, яғни жұмсақ, дәмі де керемет. Оны осылайша қиғаштап, төрт-бұрышты етіп турап алатын боламыз. Көлемі өте үлкен болмау керек, орташа көлемде болу қажет. Мінекей осылай турап, барлығын ыдысымызға салатын боламыз. Мінекей көлемін көрдіңіздер. Сондай-ақ 2 қияр қажет болады. Қиярымызды осылай тазалап алғаннан кейін ортасынан бөліп, бұларды да қиғаштап турайтын боламыз. Жалпы жанұяңыздағы адам санына қарай немесе шақыратын қонағыңызға қарай осы рецепті көбейтулеріңізге болады. Сондай-ақ мен 5 жұмыртқаны қостым. Ішіндегі сарысынан тазалап алып, соны турап қосатын боламын. Мінекей жұмыртқаларды қосып болғаннан кейін мен қызанағымызды осылай тазалап, үлкендеу көлемде турап дайындап қоятын боламын. Бұны мен салаттың бетін әсемдеу үшін қолданамын. Одан кейін бізге 3 бас сарымсақ қажет болады. Бұл сарымсақты да осылай өте барынша майда етіп тураймыз. Мінекей осылай майдалап турап, бұл біздің цезарь салатымыздың дәмін керемет етеді. Мінекей үй жағдайында кептіріп қойған наным және де піскен етті осылай жіңішке етіп турап, сарымсақты барлығын қосып, үстіне майонезді салып, жақсылап араластыратын боламыз. Яғни чесногымыз бәріне толық араласу қажет. Мінекей одан кейін жұмыртқамыздың ішіндегі сарысын, дайындап алған қызанақтарымызды қойып, оның бетіне сырды үккіштен өткізіп, әдемілеп жасайтын боламыз. Яғни бұл біздің салатымыздың жаңағы сыртқы көрінісін өте әдемі етіп көрсететін болады. Мінекей салат дайын. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Достар, менің арнама тіркеліп, тамаша рецепттер көрулеріңізге болады.